Аларыңыз насылтан, қалайсыздар жандарым? Сол салқын көжелер, сусын көжелер ішіңіздер. Масқара түнде жұмыс істесек, түнде жұмыс істемесек, күндіз мүмкін емес болып жатыр. Енді жаздың күні енді ал түнде енді көрейік ғашық-машығыңыздың ойын, сезімін, іс-әрекетін. Аптап ыстықта ми қайнауы болып жатқанда, бірақ біліп алайық. Бұрын деп бастайық. Ой, пырмай, ойы. Не дейді ойы? Отыз қалдыңыздар ма қайттан? Ой, бой. Қанша араларыңызда кунг-фу пандалар, неше түрлі Джеки Чандар, неше түрлі Вандамдар, неше түрлі боевиктер болып жатса да, ол сізді бәрібір жақсы көреді. Араларыңызда қанша суықтық болса да, бәрібір сол адамның, сол кісінің жаны, тәні, рухы, ойы, білмеймін енді, тәттісі, бүкіл енді ғаламысыз ғой. Бұл жерде енді сезімі енді масқара. Егер бірге болсаңыздар, онда күйеуіңіз өте жақсы көреді сізді. Егер жігітіңіз болса, онда қайта татуласу болады. Бұл жерде енді мына жігіттің алдынан басым дейім. Бұндай іс-әрекетті енді бәрін жоспарлап тұр. Мынаяққа апарам, мынаяққа қыдыртам. Бала-шаға болса, ерте мектепке киім дайындау керек. Канцелярлық тауарлары мектепке дайындау деген сияқты. Болмаса қазір жазда ақша жинап, сол күзге дайындық деген қазір ойлар кетіп жатыр. Өте салмақты, өте отбасы деген жігіт екен. Енді шын айтам, екінші рет айтам, басым дейін бұндай ер азаматтарға. Арада қандай қиындық болмаса да, ол сізді таңдаған адамды. Бұндай адаммен шын мәнінде қадірін біліңіздер. Сәлем айтыңыздар, көрсеңіздер құшақтап, бетінен, енді салтаннан сәлем айтты демесеңіз де, бетінен құшақтап, мен үшін де арқасынан қағып қойыңыздар. Өйткені өте тамаша ер азамат. Энергетикасы, мен қазір оқып тұрмын да, энергетикасымен. Бұл жерде махаббат және махаббат. Өте бақытты болыңыздар. Ұрыс керіс, ол сіздердің дамуларыңыз үшін. Сондықтан бір-бірлеріңіз қадіріңіз түсіп, бір-бірлеріңізді бағалаңыздар. Енді